Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында пряники дайындаймыз. Ол үшін сүтімізді ең бірінші ысытып алыңыздар. Одан кейін бөлек ыдыста алдын ала еленген ұнымыздың үстіне қантымызды қосып, осылай венчиктің көмегімен біркелкетіп араластырамыз. Одан кейін ыстық сүтімізді құйып, тағы да араластырыңыздар. Ыстық сүтті қойғаннан кейін бір 10-15 минутқа кішкене салқындатып алыңыздар. Одан кейін біркелкетіп араластырғаннан кейін жұмыртқаның сары уызы мен ерітілген сары майды қосыңыздар. Одан кейін какао және де шым тұз қосамыз. Одан кейін разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды қосып, ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп отырып, осылай қамыр илейміз. Басында қасықпен илейіңіздер, одан кейін қолмен илейміз. Қамырымыз өте қолға жабысқақ болғандықтан, соңында кішкене сұйық май қосып илеп алыңыздар. Қамырымыз осындай жұмсақ болуы қажет, бірақ қолға қатты жабыспауы керек. Одан кейін ең бірінші біз осылай ұнымызды сеуіп аламыз да, қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Қамырымызды одан соң қатты жұқа етпей, осылай жайып аламыз. Одан кейін өз қалауыңызша кез келген формада осылай кесіп алыңыздар. Одан соң 180 градуста 10-15 минутта пісіріп алыңыздар. Немесе осындай әдемі формалармен кессеңіздер де болады. Біздің пряниктер өте әдемі болып шығады. Одан соң глазурын дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші жұмыртқаның ақ уызына қант ұнтағын немесе қантты қосып, венчиктің көмегімен осылай былғап шығыңыздар. Егер тезірек болсын десеңіз, миксер қолданыңыздар. Содан соң біздің әр пряникімізді осылай видеодағыдай етіп салып, қасықтың көмегімен осылай глазурын жағып шығамыз. Одан кейін глазурымыз қату үшін тоңазытқышқа салып бір түнге немесе 5-6 сағатқа қойсаңыздар болады, немесе әлі қызып тұрған жай пешімізде немесе төмен градуста жарты сағаттай шамасына кішкене қатырып алсаңыздар да болады. Сонымен біздің үй жағдайындағы өте дәмді дүкендегідей пряниктеріміз дайын. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде комментарийге өз пікіріңізді жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!